барша салымшыларына баршаңызға. Міне бүгінгі күні осы Қарекет Қайырым қорының осындай беріп жатқан баспана 104-ші баспана осы Атырау облысы бойынша Құлсары қаласынан беріліп жатыр. Осы баспанаға куә болдыңыздар. Осы жаңағы бір бауырлар сұрап жатады, Қарекет Қайырым қоры дейді, сол біз садақа беріп жатамыз, ол қай жаққа барып жатыр дейді. Міне сіздерге куә, осы Қарекет Қайырым қорының 104-ші нәтижесі осы баспана табысталып жатыр Атырау өңірінен, Құлсары қаласынан. Алла разы болсын баршаңызға. Енді бір кезек өзі осы Еркетаң апамыздың өзінің бір сөзінің бір естек лебізін. Бүгінгі ораза айт мерекесі құтты болсын баршаңызға. Еліміз тыныш болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Бірінші Алла, одан кейін Қарекет қорының себепші болып баспаналы болып отырмын. Қуаныштымын. Осы қазақ елінің жанашырларына осы қол ұшын беріп, Қарекет Қайырым қорының өстіп маған баспана сыйлап жатқанда көп рахметімді айтамын. Алла разы болсын, Алла сауаттан жазсын. Рахмет барлықтарыңызға. Алла разы болсын баршаңызға. Осы жерде және де осы қала, осы Құлсары қаласының әкімшілігінен келіп тұрған осы жерде әкім орынбасары тағы да бір жылы лебізін бір тыңдайық деп иншалла осы ортамызға шақырамыз. Енді тілегімізді айттық, жаңа сіз болмадыңыз, құрметті енді тағы да біздің аудан тұрғындары, құрметті балалар, құрметті аналар, ақ жаулықты ағалар, барлықтарыңызға құтты болсын. Бүгін аудан